Бүгінде қазақ тілін үйретуге арналған түрлі әдістеме мен оқу құралдары көп ақ. Әрине бұл қуантарлық жағдай. Мәселен, Қанат Тасыбеков сынды азаматтар өзінің тіл үйренуге қатысты тәжірибесін ортаға сала отырып, ситуативтік, яғни жағдайға байланысты, жағдайға сай қазақ тілі деген еңбегін жазған болатын. Ағамыздың пікірінше, қазақ тілін дамыту үшін оны оқыту әдістемесін дұрыстау керек. Қанат Тасыбеков, жазушы, қазақ тілін үгіттеуші, тіліміздің бірден-бір жанашыры, қазақ тілі, бұмын, күлтегін, елтеріс қағанның тілі, тоны көктің үні деген пікірде. Сіздің орысша ситуативный казахский язык дейтін кітабыңыз бар. Яғни қазақша айтқанда ситуативтік, жағдайға сай, жағдайға байланысты, кейбір жерде жағдаятқа байланысты қазақ тілі деген еңбегіңіз бар. Осы еңбектің ерекшелігі неде? 50 жас деген енді ел ағасы деп сөйлейді ғой. Кейбір кезде төрге отырғызатын болды. Бірінші қатарлардан сөз беретін болды. Бата бергізеді. Сондықтан сол адам жаман қысылады екен, сосын енді содан басталды. Өз ана тіліммен жетік сөйлейтіндей, өз ойымды жеткізетіндей, сондай бір деңгейге жетейін деп, сосын сол кірістім тіл оқуға. Енді сол 1-2 жыл өткен соң қарасам бір әжептәуір дүниелер жиналып қапты. Жазушы да емеспін деген сияқты, мұғалім емеспін, қазақ тілінің маманы емеспін. Тәжірибем. Мен солмен бөлістім. Сосын енді өзім бұрын орыс тілі болғандықтан, қазір де орысша көп жазамын, әлеуметтік желілерде. Қазақ тілі кімге керек? Қазақша білетін адамдарға оларды оқып та керегі жоқ қой. Енді өздері жетік болып тұрса. Ең бастысы қазақтың ішінде орыс тілдері бар. Соларды үйрету керек қой. Басты ерекшелігі не сөздерді жаттатып, не ережелерді жаттатып, не фонетика дейді, мамандардың нелерін әдістемесін қолданғам жоқ. Оқығанда ең нәтижелі болып шығатын нәрсесі өзіне қажетті нәрсе, өзінің қажеттілігінен туындап жатса, сонда нәтижесі өте жоғары болады оқуының. Тойға барғанда, наурызда ахуал деп айтамыз, нелер, жағдай дейміз бе, бұның осы ахуалдардың төресі қаза. Қазаға барғанда сіз енді қазақ болып тұрып, қаза болған үйге барып, орысша айта алмайсыз ба? Міндетті түрде сол жерде қазақша сөйлеу керек. Сондықтан мен енді соны қолданып, әр түрлі жағдайда бір өз қазақтың бір сөз тіркестері бар, қолданатын, мақал мәтелдері бар. Адам дайындалып барса, сондай жағдайларда қолданатын мақал мәтелдерді, сөз тіркестерін қолданып, сол кезде ол біріншіден әдемі сөйлейді. Өйткені мынау мақал мәтелдеріміз, бір сөз тіркестеріміз осындай ахуалдарда кездесетін. Бұлар ғасырлар елегінен өткен сондай әдемі сөздер емес пе бәрі? Маржан дейсіз ғой, сөз маржандары. Адам сөйлегенде бірден әдемі сөйлейді. Сосын ары қарай сөздерді қосып, ары қарай үйрену деген сондай болады.